Мен Иликбаева Туғанай, пионер қызымын. Мен осы кәсіпті 2010 жылы бастадым. Ең алдымен біз мақсат тұттық оюлы кілемдерге тапсырыс жасап, оюлы дизайндар жасауды. Сол кілемдерден кейін келесі біздің жобамыз түйе жүнінен, қой жүнінен, таза мақтадан шұлық өндіру. Кейін келесі үшінші жобамыз біздің түйе жүн көрпелерін тігу. Ковид кезінде жаңағы кілемдеріміз бен шұлықтарымыз сәл саябырсып қалды да, түйе жүн көрпелерімізді дамытып, одан ары жалғастырып жатырмыз. Қазір біздің көрпелеріміз дүние жүзінің барлық мемлекеттеріне сатып алады. Япониядан бастап, Құрама Штат Америка, Европаның барлық мемлекеттеріне, сол Түркияның өзіне адамдар сыйлыққа Қазақстанның тарту ретінде Ресейге кеңінен біздің өніміз таралуда. Угай-угай анамыз, арпа бидайданымыз, угай-айдайдан салсай, кеспелі сәніміз. Бисмилла. Бізге мемлекеттен жаңағы қолдаулардың бір түрі күміс жастағы адамдарды жұмысқа алу бізге өте тиімді болып жатыр. Енді бізде дәл қазір 2 адам жұмыс жасағанмен, болашақта дәл осы бағдарламамен одан да 10 шақты қызметкер алғымыз келеді. Бізге шынымен де жалақы төлеу жағынан үлкен көмек болушы еді. Жұмысымызда 2 жыл болды. Қазір жасым 54-те. 2023-тің апрелінен бері жұмыс жасап жатырмын. Міне жүндерді салып станоктан шығып, ең соңғы біздің процесіміз осылай болып жатыр. Міне. Қандай таза әдемі, қандай күшті міне жүндері. жылы Монғолиядан көшіп келген, Ақмола облысына. 2022 жылы Астанаға келдік, көшіп. Балалардың артынан еріп. Осында келгенмен жұмыс қарастырдым, анда болды, жасымыз келгендіктен алмады, шыны керек. Сосын осы жұмыссыздық орнына бардым. Сол жерде маған осы күміс жас бағдарламасы бар екенін айтты. Соған тіркелдім. Өтінішімізді қарастырып, 3 күннен кейін жауап келді. Сіз осындай жер қабылдауға жұмыс орындарын көрсетті. Мен осы қазақ оюларын таңдадым. Осыған тігінші болып келдім. Осы тігіншілік мұнайды, осында түйе жүнінен көрпе жасаймыз, қой жүндерінен матрастар жасаймыз. Осы жұмыс орны бізге бүткіл жағдай жасап беріп отыр. Тамағымызды бүткіл бәрі осында. Жағдайымыз жасалған, жасымызға сай адамдар осында істейміз. Жақсы, мұнайды, мемлекеттің осы қолдауына разымыз. Бізден Қазақстаннан барған адамдар біздің өнімді ерекше құрметпен алып, қуанып, жақсы тілекпен қолдануда. Біздің махаббатпен жасаған өніміз елге үлкен махаббат сыйлауда.